Бұл менің өмірім. Сіздің өміріңізді тек сырттан ғана бақылап, басыңыздан не өтіп жатқандығын білместен, сізге баға беретін адамдар болады. Не айтсаңыз да, нені түсіндірсеңіз де, түсінген адамның кейпіне еніп, бірақ өзінің дегенінен бас тартпайтындар да баршылық. Сіз қайда барсаңыз да, осындай адамдарды жолықтырасыз. Олар сізді тауып алады және өз дегендерін жасауды тоқтатпайды. Оларда мақсаттары нақты болғаны соншалықты істерінен бас тартпайды, берілмейді де. Олар сіздің әрең жететін өмірлік қуатыңызды төгуге, күніңізді улауға келеді. Сіз екінші рөлде қалып қоясыз. Мүмкін сіз осындай адамдардың күресетін нысанасы емес шығарсыз, бірақ өмір бойы осындай адамдармен күресуіңізге тура келеді. Олар сізге жақындаған сайын, сіз олардың күш-қуатыңызды пайдалануына бір сәт болсын жол бермеуіңіз керек. Мевлан айтады: менің өмірімді бағаламас бұрын аяқ киімімді киіп, мен өткен жолдарды, көшелерді, таулар мен жазықтарды аралап өт. Мен көрген қайғыны, қиыншылықтарды және бақытты сәттерді сезініп көр. Менің өткізген жылдарымда өмір сүріп көр. Менің сүрінген кездерімді қайта тұрып, қайта жүрген жерлерімде жүр. Сонда ғана сен менің өмірімнің бағасын білесің. Сізді жолыңыздан тайдырғысы келетіндерге, өміріңізге араласып қателескен кездерді шешім қабылдауыңызға араласатындарға, бұл менің өмірім деп жауап беруден тартынбаңыз. Түсінбегендерге түсіндіруге тырысудың түк қажеті жоқ. Сізге керең болғанға сіз мылқау болыңыз. Сіздің өміріңізге иелік етуіне жол бермеңіз. Сонда ғана өзіңізге қажетсіз, құнсыз санамайтын боласыз. Асылында бұл өмір сіздікі, жауабын да беретін сіз ғанасыз. Біреудің жолымен дұрыс кеткенше, өз жолыңмен қателескен жақсы. Саған бір кеңесім бар. Сен өзіңсің. Басқалардың өзіңнен болмысыңды және кім болатындығыңды өзгертулеріне жол берме. Өз дара жолыңмен жүруді тоқтатпа, тіпті қате жолда келе жатсаң да жол сеніңкі. Тым болмаса, өз жолыңмен жүріп келе жатырмын деп айталатын жолың болсын. Өкінсең де, қайғырсаң да, өз шешімдерінің қателігін өзгелерден көрме. Өзіңнің сезімдерің, пікірің һәм құндылықтарың болсын. Сен тек өз жүрегің мен ақылыңа құлақ түр. Осы сенің өмірлік ұраның болсын. Қателік жасасаң да, жақсылық жасасаң да, өз іс-әрекеттерімнен болды деп айт. Өміріңде сені өзгертуге тырысатындар емес, сені сол қалпыңда қабылдайтын адамдар болсын. Олар сені одан да әдемі етеді. Есіңде болсын, әр адам өз тарихының қаһарманы. Сен, ол сенсің. Ешкім үшін өзгеруге тырыспа. Махаббатпен жаратылған бұл әлем жасандылықты қаламайды. Ол бар нәрсені қабылдағаныңды дұрыс көреді. Өзің болғың келетін адам бол. Олар сені өзгертетіндей шамалар жоқ асылында. Жаратқанның берген нығметтерінен бас тартушы болма, тіпті жек көруге де қақымыз жоқ. Ешқашан ойларыңды жоққа шығарма. Сені сен еткен сол ойларың емес пе? Адам өз ішкі дүниесімен ортақ шешімге келгенде ғана өзін бақытты һәм сенімді сезінеді. Достоевский айтады: біреудің жолымен дұрыс кеткенше, өз жолыңмен қателескен жақсы деп. Бақытты болу өз жүрегіңде. Жүрегіңді тыңда. Өмірдің осы бір сәтінде өмір сүр және шынайы бол. Болашағың үшін кешіккен жоқсың. Әрбір атып жатқан таң өміріңдегі кейбір дүниелерді өзгертуің үшін, армандарыңды шындыққа айналдыруың үшін, ешқандай кедергіге қарамастан
өмір сүрудің мәнін түсінуің үшін бағдаршам іспетті белгі. Қорқыныштарыңды жеңе біл. Егер сен өзіңнің қорқыныштарыңмен бетпе-бет келе алмай, оларға қарсы тұра алмасаң, сен олардың тұтқыны боласың. Сен қорқыныштарыңның тұтқыны болмауың керек. Қорқыныштарың сенің тұтқыныңда болуы керек. Басыңды көтер. Қорқынышыңнан жоғары бол. Қорқыныштарыңның сені басқара алуына жол беретін болсаң, олар саған жорық жасап, аяғыңды байлап, қозғала алмайтындай халге жеткізеді. Мысалы, жүзе алмайтындар жүзуге тырыспағандықтан суға батып кетемін деп ойлайды, бірақ істеу керек нәрсе қарапайым. Жүзуді үйренуге тырысу. Қорқыныш бұл қолыңның бар екенін ұмыттыратын нәрсе сияқты. Егер сіз онымен бетпе-бет келмей, онымен жүрмейінше, қорқыныштарды жеңудің ең тиімді жолы оларды қабылдау және олармен бірге өмір сүру. Қорқыныш өзін қабылдаған кезде бұрынғыдай сенің алдыңнан шыға бермейді. Өмір футбол матчына ұқсайды. Қорғаушы әрқашан голды жейді, сен үнемі шабуыл жасауың керек. Ешқандай кедергілерге қарамастан, әрқашан алға қарай жүріп отыруың керек. Қорқыныштардан қашудың орнына, қорқынышпен күресуге күшің бар екенін көрсету арқылы өмір сүруің керек. Робин Шарма былай дейді: біз бетпе-бет келуге батылы жетпейтін қорқыныштар біздің шектеулерімізді белгілейді. Енді саған сұрақ: сен өз қорқыныштарыңның шектеген өмірінде сүресің бе? Әлде олармен бетпе-бет келіп, өз шектеулеріңді сызатын өмірді сүресің бе? Таңдау тек өзіңде ғана. Құрметті Нәзік Жан каналының оқырмандары, қазақша контенттің дамуына үлес қосып, каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Қалай ойлайсыздар? Біз қорқынышымыздың құлы болып жүрміз бе? Әлде қорқынышымызды қабылдап, алға қарай ұмтылуға тырысып жүрміз бе? Пікіріңізді қалдыра кетіңізші.